Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, жасалуы өте қарапайым, осындай жұмсақ шығатын рецепттер салып отырамын. Жылы сүтімізге қантымызды қосып, қант ергенше араластырамыз. Сары майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Бір дана жұмыртқа қосып араластырамыз. Ашытқымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде ұн електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп араластырамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды көтерілуге, яғни ашытуға 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. 1 сағаттан кейін міне осылай әдемі болып көтерілді. Мен мына жерде 100 граммнан бөлдім. Кейіннен қайтадан 80 граммнан бөліп шықтым. 14 дана шықты. Бетін көтерілуге жауып қоямыз. Осы орайда салмасын жасаймыз. Мен творожный массамен жасадым. Сіздер кәдімгі творогпен, яғни сүзбемен жасасаңыздар, салмасы әппақ әдемі болады. Қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен салмамыз дайын болды. Қамырларымызды арасын ара қашықтық сақтап, реттеп осылай қоямыз. Үстінен асты домалақ осындай бокалмен немесе осындай ыдыспен күш салып басып шығамыз. Вилкамен немесе қолымызбен осылай үстінен тағы да бірнеше қайтара басамыз. Ортасы көтеріліп кетпес үшін. Салмамызды бір қасықтан осылай салып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын шетіне жағып шығамыз.
180 градуста 25-30 минут пісіріп алдым. Сіздер өз пештеріңіздің ыңғайына қарай, градусына қарай пісіріп аласыздар. Осымен маффиніміз пісті. Сүзбелі маффины деп атайды бұны. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Балаларға жасап берсеңіздер өте тойымды. Мен жанына компот жасадым. Компотпен немесе шаймен ішсеңіздер өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.